күзет қазақтың маңдайына жазылған жұмыс емес. Алайда базарларға барсаңыз, сауда орындарына барсаңыз, кәсіпорындарға, өндіріс орындарына немесе кез келген мекемеге барсаңыз, сол жердің күзетін сақтап, күзетшілікпен айналысып жүргендер қазақтар екенін көресіз. Бұл мәселе мені қатты алаңдатады. Егерде Қазақстан бір ғана ұлттан құралған, яғни қазақтардан ғана тұратын мемлекет болған кезде, мен бұл мәселенің жауабын іздеп бас қатырмас едім. Алайда Қазақстан көп ұлтты мемлекет. Сөйте тұра, осындай еден жуу, күзет, жүргізуші, құрылысшы секілді осындай қара жұмыстардың көбісін тек қана қазақтар жасап жүргенін көремін. Ал елге, жерге пайдалы, өте маңызды кәсіптердің көбісін өзге ұлт өкілдері жасайды. Яғни жылы орындардың көбісі соларға тиесілі. Бұл әсіре ұлтшылдық емес, тек қана өзімнің қандас бауырларымның білікті, білімді, табысты болғанын қалаймын. Мысалы, менің YouTube каналымда бастаушы бухгалтер курсы тұр. Мен оны тегін қылып жарияладым. Және өзімнің курсым үшін сіздерден ақы сұрап жатқаным жоқ. Соны оқыңыздар, білім алыңыздар, игеріңіздер, меңгеріңіздер, сөйтіп отбасыларыңызды асыраңыздар. Дәл қазір HeadHunter сайтына кіріп, іздейтін болсаңыздар, іздеу алаңына бухгалтер деп жазып, 4000-нан жоғары жұмыс шығады. Ал егер 1С деп іздейтін болсаңыздар, 7000-ға жуық мамандық бар, яғни кәсіп бар, жұмыс табылады. Егер де осы саланы меңгеретін болсаңыздар, міндетті түрде жұмыс табылады. Жерде қалмайсыздар. Сол себепті білім алыңыздар, өздеріңізді дамытыңыздар, уақыттарыңызды тиімді жұмсаңыздар.